Құрметті қазақстандықтар, жерлестерім, мен қарамағымда жұмыс істейтін қызметкерлер, ауыл азаматтары. Өздеріңіз білесіздер, мені бір жылдан аса уақытта заңсыз, аудитсіз, тексерусіз, ешқандай негізсіз бір жылдан аса қамауда ұстады. Қазір бостандыққа шықтым. Мені қамап қойғандағы негізгі себеп құқық қорғау органдарының кейбір қызметкерлерінің, лауазымды қызметкерлерінің рейдерлік әрекеттері болды. Бұл әрине әр кәсіпкердің басындағы бар тірлік. Мен өзім химия ғылымдарының кандидатымын. Қала әкімінің орынбасары болып қызмет атқарғанмын. Облыс мәслихатының бірнеше шақырымда депутаты болдым. Менің өзім осындай қиянат жасап отырғаннан кейін басқа кәсіпкерлердің жағдайы қандай екенін өздеріңіз түсіне білесіздер. Менің негізгі мақсатым осы рейдерлік әрекеттерді, кәсіпкерлікке қиянат жасауды үкімет басына жеткізу деп ойлаймын. Егер үкімет басына жетіп жатса, осындай рейдерлік әрекеттер, мүмкін ол жақтан тоқтау болар еді. Қазір біз енді жоғарғы сотқа тағы да шағынамыз. Жоғарғы соттан әділет табамыз деп үміттеніп отырмыз. Құда қаласа үмітіміз ақталатын шығар деп ойлаймын. Құрметті туыстар, достар, барша жанашыр қауым, бұқаралық ақпараттық қызметкерлер, сіздерге осы біздің мәселемізге көңіл аударғаныңызға рахмет. Барша қазақстандықтарға осы мәселені жеткізілгендеріңізге рахмет. Бүгін қуанышты сәтте отырмыз, әкеміз бостандықта. Бұл сіздердің де үлестеріңіз мықты деп білеміз. Баршаңызға рахмет. Әділдік орнайды.